Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен Corel Draw бағдарламасы арқылы жұмыс жасауды үйренеміз. Ол үшін Corel Draw бағдарламасын алдын ала интернет желісінен жүктеп аламыз. Одан кейін ашқаннан кейін начало работы дегенді батырмасын басамыз. Одан кейін создать документ. Бұл жерде имя деген жерге біз өзіміздің қалаған жасайын деп отырған жұмысымыздың атын жазамыз. Мысалы, менде бұл жерде кітап мұқабасы. Кітап мұқабасының бізде бұл жерде настройкин келтіреміз. Одан кейін өлшемдері маған керегі 12 см және 8 см-лік. Бұл жерде сантиметрін келтіреміз. Одан кейін жұмысымызды бастаймыз. Ең алдымен мен өзімнің жасайын отырған жұмысыма қажетті, яғни кітап мұқабасы болғандықтан книжныйға қоямын. Және де фигура арқылы бұл жерде кітап мұқабасының 2 бетін бөліп аламын. Осындай фигура арқылы. Және де оның өлшемін келтіремін. Бізге теңдей бөліну керек. Сондықтан да өлшемдерін келтіремін. Бұл жерде біз ең алдымен алдын ала интернет желісінен түрлі суреттерді қою үшін, немесе өзімізге қажетті фигура, немесе суреттерді қою үшін алдын ала жүктеп алғанымыз жөн. Немесе жұмыс істеу барысында да жүктеп алуға болады. Одан кейін мен өзімнің алдын ала жүктеген фонымды қоямын. Осылай. Және де оның жан-жағын мен дұрыстаймын. Яғни дәл келтіру керек. Дәл кітаптың бетіндей фонда да сол диаметрде қоямын. Бұл жерде немесе фонды қоймауға да болады, өздеріңіз қалағанша. Дәл сол бетте жұмыс жасай берулеріңізге болады, немесе жаңағыдай мен секілді фон қоюларыңызға болады. Одан кейін бізде жан-жағын дұрыстап болғаннан кейін бұл жерде бағанағы мен көрсеткендей қайтадан осы фигура батырмасын басу арқылы мен осы бетті қақ ортасынан бөлемін. Және де 2 бетті бөліп алғандан кейін оны мен қалаған өлшемде қоямын. Және де қалған түске бояуыма да болады. Дәл бөлуім керек. Сондықтан да міндетті түрде асықпай дұрыстап қарап алуымыз керек. Және де мен бұны қызыл түске бояйын. Айта кетейін, бұл жерде Corel Draw бағдарламасының осы оң жағында түс палитрасы орналасқан. Осы жерден түс таңдаймын. Одан кейін мен бағана айтып кеткендей, өзім алдын ала жүктеп алған суретті осы жерге импорт батырмасын басу арқылы суретімді қоямын. Сіздер өздеріңіз қалаған пәнге байланысты немесе қалаған суреттеріңізді осындай мұқаба бетіне қоюларыңызға болады. Және жан-жағын мен дұрыстаймын. Яғни өлшемдері бірдей болуы керек. Міндетті түрде. Одан кейін міндетті түрде осы кітаптың мұқабаның сыртында, яғни кітаптың атын жазуым керек.
Ол үшін бұл жерде шрифтті таңдаймын. Атын жазып аламын. Мысалы, весенние цветы деген секілді. Сіздер орысша да, қазақша да жасап берулеріңізге болады. Ол міндетті түрде орыс тілінде емес. Әртүрлі шрифт таңдау арқылы сіз қай тілде де жазсаңыз болады. Одан кейін өлшемді таңдаймын. Және де бұл жерде жирный етуге болады, немесе дәл сол қапында қалдыруға болады. Түрлі бағытта өзгертуге болады. Және түс таңдаймын. Міне осылай мен кітабымның атын жазып шықтым. Міне мен сіздерге үлкейтіп көрсетейін. Мен кітап мұқабамды осылай аяқтадым.